Бексұлтан, қарашы, мен атамның ескі картасымен мына жаңа планшетті синхромдадым. Енді біз жай ғана оқымаймыз, біз Ұлы Қытай қорғанына бара аламыз. Қалайша, планшеттің ішіне кіріп кетеміз бе? Жоқ, бұл көшпенді бір прототипті порталы. Ол бізді әлемнің ең жұмбақ жерлеріне апарады. Бірінші аялдама әлемнің 7 кереметінің бірі Ұлы Қытай қорғаны. Онда не күтіп тұрмыз? Алға, саяхатқа. Вау, мынау не? Таудың үстіне салынған жол ма? Бұл Ұлы Қытай қорғаны, Бексұлтан. Оның ұзындығы 21 000 шақырымнан асады. Оны ғарыштан да көруге болады дейді. Мына жерде қарауылдар жауды қалай көрген? Өте биік екен. Бексұлтан, қарашы, бізге тапсырма келіп тұр. Бексұлтан, қарашы, мына жерде бір тас бос тұрған сияқты. Құпияны таптым. Демек бұл әлемдегі ең алғашқы интернет болғаны ғой, тек түтінмен жұмыс істейтін. Ертеде телефон болмағанда осы мұнараларда от жағып бір-біріне хабар берген. Жау келе жатыр деген белгіні жеткен. Планшет дабыл қақты, үйге қайтатын уақыт болды. Келесі жолы Зевс мүсініне барайық. Дайынмын, тек келесі жолы өзімізбен бауырсақ ала шығайық. Тау аралағанда қарным ашып кетеді екен. Жарайды, Аян.